Қанағат. Азға қанағат ету қолыңда жоқ нәрсеге деген құлшыныстан бас тарту. Қолыңдағыға қанағат ету және Алланың тағдырына нәпсінің риза болуы. Қолда барға қанағат еткен адам аш болса да бай, ақылды адам дүние істерін қолында бармен жүргізетін, болмаса кейінге қалдыратын, ал ақырет амалдарын ыждахаттылықпен кідіріссіз жасайтын, сондай-ақ біліммен амал ететін адам. Қолда бар нәрсеге қанағат ете алу үшін адам күніне бір рет тамақтану керек. Күніне 2 рет тамақтанатын адамды ағза қанағат етті деп атай алмаймыз. Алла Тағала 5 нәрсені 5 жерге жасырды. Ұлылықты Аллаға мойынсынуда, қорлықты Аллаға бағынбауда, қадірлі болуды түнде тұрып ғибадат етуде, даналықты аштықта, байлықты барға қанағат етуде жасырды. Әл-Каттани Құдүссиро кімде-кім басқаның қолындағыны қаламаса және барға қанағат қылмаса, ол ұлылыққа қол жеткізгені дейді. Тақуалардың бірі былай деді: қажылық маусымында Жүнейд әл-Бағдадидің Құдүссиро қасында отырғанымда, оған бір кісі келіп 500 динар әкеліп, мыналарды мүриттерге тарат дейді. Сонда Жүнейд Құдүссиро: сенде тағы динар бар ма деп сұрайды. Ол: иә, менде әлі көп динар бар деп жауап берді. Жүнейд Құдүссиро: бұдан да көбірек динарының болғанын қалар ма едің деп сұрайды. Әлгі адам болымды жауап берді. Сонда Жүнейд: динарларыңды алып кет, сен оларға бізден көбірек мұқтаж екенсің деп одан ақшаны қабылдамайды.